Қайырлы күн баршаңызға. Мерекелік дастарханға ерекше әдемі сән беретін, асқабаққа ұқсайтын асқабақ қосылған дәмді самсалар дайындаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысқа бір жұмыртқамызды саламыз. 200 мл жылы суымызды құйып, кішкентай бір қасық тұз қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң 500 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Әдемілеп қамыр илейміз. Илеген қамырымызды бетін жауып тындырып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. 500 грамм асқабағымызды аршып, үккіштен өткіземіз. Тынған нанымызды 2 бөлікке бөліп, біреусін жұқалап жаямыз. Жақсылап жұқалап алған соң, оқтаумен жаямыз. Сәлін сеуіп, жұқалап жайып шығамыз. Жұқалап жайып алған соң 3 бөлікке бөлеміз. Майымызды ерітіп, осылай жағып шығамыз. Майымыз салқындау болып қажет. Шетінен бастап осылай рулет қылып орап шығамыз. Орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Асқабағымызға бір бас пиязымызды ұсақтап турап қосамыз. Оған 1 шай қасық тұз, кориандр және кепкен аскөгімізді қосып, оған 2 ас қасық сұйық май қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, қамырымызды шығарып, осылай кесіп аламыз. Бәрін бір рет ұнға ұнатып, жұқалап жайып шығамыз. Ортасына салмамызды салып, тура осы видеодағындай жинап түйіп шығамыз. Біріктіріп түйіп шыққан соң, кішкене жібімізден кесіп алып, айландырып, осылай буып шығамыз. Ең соңынан түйіп байлап, артық жібін кесіп алып тастаймыз. Жиі-жиі дайындап тұрсаңыздар, өте тез дайындайтын боласыздар. Ерінбей дайындап көріңіздер, өте әдемі самсалар. Противенімізға тізіп, бір жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Ең соңынан түменнің дәнегіне кішкене ортасына сеуіп шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Өте әдемі, өте дәмді самсалар. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес берем. Менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі самсалардың рецептерімен бөлісетін болам. Оларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңырауды басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.